Сәлем қыздар. Бұл салатымыздың екінші бөлігінің видеосы. Екінші капустамызды өзегін алып тастап, осылай видеодағыдай 4 бүріштеп тураймыз да. Үлкендеу ыдысқа 1 ас қасық тұз салып, және 0,5 шай қасық кристаллик приправасын салып жақсылап араластырамыз да, бетін жауып қоямыз. Капустамыз тұздалғанша осындай петрушка, чеснок және көк пиязымыз турап дайындап қоямыз да. Капустаның суы бөлініп, тұздалған кезде оның суын төгіп тастаймыз да. Бірінші бөлімде көрсеткендей тұздап дайындап қойған сәбізді, турап қойған көк пияздарымызды және қуырып дайындап қойған пиязды және 5-6 дана бәдіренімізді турап қосамыз. Енді салатымыздың дәмдеуіштерін қосамыз. Кәдімгі 70% уксустан 1 ас қасық қос. Бір ас қасық құмшекер. 1 шай қасықтан кориандр, қызыл бұрыш және паприка қосасыздар. Кәдімгі пісте майдан да қосуға болады. Менікі кәдімгі оливковое масло қостым. 2 ас қасық, болмаса 3 ас қасық қосып араластырасыздар да. 1-2 сағат салқын жерге қойып бар пайдаланасыздар. Өте дәмді салат дайын болады. Ас болсын.